тек қана медициналық көмек емес, қазіргі уақытта эксперт класстағы УЗИ аппараттармен жабдықтап отырмыз. Қаладан арнайы мамандар жіберіп отырмыз. Яғни мысалы, ол кішкентай ауыл болғаннан кейін, ол жерге мысалы лор или офтальмолог или онколог маманның күнделікті қажеттілігі шамалы. Біз аптасына бір рет сол мамандарды, қаладағы мамандарды сол жаққа консультацияға апарып отырмыз. Бұл яғни бүкіл халық, сол ауылдағы халық қалаға неше мың шақырым жерге сенделмей, біз керісінше сол жерге барып медициналық қызметті көрсетіп отырмыз. Яғни жүрмейлі медициналық қызмет дейді, жүрмейлі медициналық қызметті көрсетіп отырмыз. Қазіргі уақытта ол жердегі халықтың қайтсам болады, көңілін 100% орындадық деп отыр. Қазіргі уақытта уже басқа қолжетімсіз медициналық көмектен қолжетімсіз ауылдарға пункттерді ашуды жоспарлап отырмыз. Бұл жерде жаңа сіз айтпақшы, біз үлкен центр ашпаймыз ғой, кішкентай халыққа. Біз сол жерде алғашқы медициналық көмек көрсете алатын, біріншілік ауруды анықтай алатын және кішкентай баламыз түшкіріп қалғанда, пысқырып қалғанда баратын сол жерде пункт керек. Халық қатты зәру болып тұр соған. Яғни мен балам ауырып қалса, өзіңіз ойлаңыз, аудан орталығы осы жерден 6 километр жер. Қаланың ішінде 6 километр кішкентай болып көрінуі мүмкін, ауылдық жерде автобус жүрмейді. Қыста тіпті мүмкіншілік жоқ. Ал сіздің үйіңіздің қасыңызда бар, бардыңыз, дәрігерге көрсетіп алдыңыз. Енді қараңыз, сіз жеке клиникасыз. Қазір жалпы денсаулық сақтау жүйесінде жеке мемлекеттік деген ұғым жоқ. Ол теңдей көрсетеді бағана. Себебі анда да сол Аққалатты Абзалжан, ол бұрын мемлекеттік клиникада жұмыс жасаған болуы мүмкін, қазір жеке клиникада немесе еңбек жолын жеке клиникада бастап мемлекеттік жаңа клиникада жұмыс жасауы мүмкін. Қарапайым халыққа аса бір айырмашылық жоқ. Ол жекеге барсын, ол мемлекеттікке барсын, ең бастысы ол тек сапалы қызмет алу керек. Ол енді заңдылық. Сонда бұл жерде мына жаңа біраз әңгіменің басында айттық қой, мына бәсекелестік деген. Енді ол болғаны жақсы, біреу құптайды, біреу құптамайды оны. Сонда кімге қазір бәсеке болады? Сіздер аудандық орталық ауруханаға ма, әлде олар сіздерге ма? Жоқ, екеуміз бір-бірімізге бәсекеміз. Аудандық орталық қазір жекеменшік мемлекетке қарап, мекемелерге қарап, бой түзеп бастайды. Яғни халық саны кетіп бара жатыр. Қазір қаражаттың да уже көлемі сол жаққа қарай кетіп бара жатыр. Мен де қандай да бір қызметтерді күшейтуім керек, медпункттерімді жаңартуым керек, халыққа көңіл бөлуім керек деген сияқты, қандай да бір жаңа аппараттар алуым керек деген сияқты тұжырымға келеді. Шет жерден қаладан мамандар тарту. Жаңағы мысалы айттық қой, біздің мамандар аудан орталығына барып сол ауылдың медициналық көмек көрсетіп тұрса, онколог, ол жерде маммолог, дерматовенеролог, тіптен болмаған ол ауданда дерматовенеролог деген маман барып көрмеген. Сол жерде барып жүрген кезде аудан орталығындағылар ойланады. Неге бізде өйстіп шақыртпасқа? Жарайды, ол кісілер күнде бізде жұмысқа отырмасын. Біз оны қандай да келісіп жатқа отырып, аптасына бір шақыртуға болады ғой деген сияқты қандай да бір тұжырымға келіп отыр. Бұл деген бәсекелестікті біріншіден жоғарылатады, екіншіден халыққа қызметтің қолжетімділігін күшейтеді.